Сәлематсыздар ма? Каналыма хош келдіңіз. Бүгін мен қияр жауып көрсететін боламын, қыздар. Капустамен де жауып көрсететін боламын осылай. Қиярдың өзін де жауып көрсетем. Барлығын видеода көрсетем. Қазір өте тамаша, қыздар, менімен жауып көріңіздер. Алдын ала, қыздар, қиярымыздың барлығын 2 сағат суға салып қоямыз. Дәл осылай қылып, жуып, тазалап, дайындайтын боламыз. Қиярларымыз 2 сағат обязательно суда тұрсын. Сосын қақпақтарымыздың барлығын стерилизовать етеміз. Банкымызды мен үстіне қойып, банкының бәрін парч етіп аламыз. Банкымызды 5 минут, кемінде 3 минут парч етеміз, қыздар. Банкымызды, қақпағымыздың бәрін дайындап болып, ішіне салатын салмаларымызды турап, дайындап аламыз. Мен 1 капуста салдым, 1 капуста 7 банкыма жетті. Міне, енді банкілерге қара горошка перецімізді салып шығамыз. Әр банкіге 6-7 штуктан, кемінде 6-7 болу керек, 10 шақты салсаңыз да болады. Мен 10 шақтысын салып жібердім. Лавровый листімізді әр банкіге 2-3-ден тастадым, қыздар. 2 литрлық банкі, қыздар, менікінің барлығы. Укроптың басы бұл, қыздар, өте күшті дәм береді, соның үшін мен осының басын қиып алып, әдейі саламыз аленыйға. Чесногымыз 4-5 штуктан саламыз әр банкіге. Міне дәл осылай барлығын салғанымды көрсетіп жатырмын, қыздар. Қызыл острый переціміз мынау, қыздар. Әр қайсына 1 кусоктан тастап шықтым. Енді капусталарымызды саламыз. Міне дәл осылай. Менің капустам 7 банкіге жетті. 2 литрлық банкының 6-ауына құр қиярдың өзін жаптым, қыздар. Қиярымызды осылай тазалап аламыз. Сосын міне укроптарымызды саламыз. Мен жаңа укроптың басын салып көрсеттім, енді укроптың өзін тастап шығамыз, қыздар. Қиярларымыздың бәрін салып, нығыздап салмасақ, ато қиындау болады. Астында капуста бар, қыздар. Қазір қайнаған су құйғасын, отырат барлығы да. Капуста босасқасын. Дәл осындай қылып, нығыздап салып алың, қыздар. Турап салсаңыз да болады, қыздар, сосын. Міне балғарларымыз, тәтті болгарскиларымызды салып шықтым, шетіне кесіп. Бұл да дәм береді, қыздар. Міне огурцидың құр өзі бұлар. Капустасы жоқ. Өте тамаша, қыздар, менімен бірге жауып көріңдер. Менің каналыма тіркеліп, менің каналымның дамуына үлестеріңізді қосып кетіңдер. Пайдалы ақпараттар көп салатын боламын. Міне балғарларымызды саламыз. Қайнаған суымызды құйып, 20 минутқа қоятын боламыз, қыздар. Су қайнап тұру керек, сарқылдаған суды құйып, 20 минутқа жауып қоямыз. Міне осылай болдық. Енді бірінші суын құйып алып, қайтадан осы суды қайнатып құйсақ болады.
Біреулер таза су құяды, өздерің білесіңдер, мен өзі бірінші суын қайтадан қайнатып, осы суды құямын, қыздар. Міне суымыз қайнады, қайталап осылай құйып шығамыз. Тағы 20 минутқа қойып қоямыз, қыздар. Міне 20 минутымыз өтті. Енді бұл суды төгіп тастаймыз. Бұл су құюға жарамайды, келесіге төгіп тастаймыз, қыздар. Суын төгіп болып, тұзын саламыз. Әр 2 литрлік банкіге 2 ас қасық тұздан салып шығамыз, қыздар. Енді қант саламыз. 1 ас қасық қант. Өте күшті дәм береді, қыздар. Қант салыңдар. Бұрын салмайтын едім, қазір салатын болдым. Өте тамаша дәм береді екен екісі. Міне 3-ші суымыз қайнаған таза су болу керек, қыздар. Міне дәл осылай 3-ші суымыздан құйдық. Енді уксус тамызып, жауып тастай береміз. Міне соленый огурцымыз даяр болды, қыздар. Өте тамаша, қараң цветтерін. Міне құр огурцыйдың өзі бұл. Қыздар, менімен жауып көріңдер. Менің каналыма тіркеліп, менің дамуыма үлестеріңізді қосып кетіңіздер. Өте тамаша огурцы шықты. Капуста мен капустасыз. Міне дәл осылай жауып көріңіздер. Ас болсын.